inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Бізді осындай керемет сұхбатқа шақырып отқандарыңызға көп рахмет. Енді біздің өміріміз, біз енді бастап келатқан инста блогерлердің қатарына кіретін шығармыз. Енді былайша Байқоңырда ондай блогерлер аз. Енді біздің өміріміз қызық шығар деп ойлаймын. Біздің танысуымыз или басқа да нелер. Соның бір кішігірім осы видеода біз толық өз-өзіміз таныстырайық деген оймен сіздерге осы видеоны жазып отырмыз. Бізге бірінші сұрақ қойыпты, қалай таныстыңыздар дейді. Таныстыңыздар. Енді біздің танысуымызды айтатын болсақ, 2013 жылдың декабрь айында или ноябрь айында мен Мовиметке кірем. Мовимет деген білетін шығарсыздар. Социальный сеть қой, как агент деген Мовимет шықты. Сөйтіп сол арқылы кіріп ішіне мен ғой основной ерігіп оттым. Сөйтемді әртүрлі поиске кіремін да, сол Байқоңырдың қыздарын бәріне сәлем номеріңді берші, сәлем номеріңді берші деп жаза бергенсің ғой. Бір кезде чоттам түреттам деп Мадина ашықса болды. Жоқ, бұл бірден берген жоқ номерін. Неге деді, или жайма деді ма, бір бәле деді. Енді ол кезде серьезно ой жоқ қой. Сөйткен соң сонымен бір кезде неге дегеннен значит, берейін деп жатыр, бере қойшы, общать етейік та деп сонымен берді. Біздің танысуымыз солай басталды. Сонымен бір айдай танысып, білісіп бір-бірімізді. Сонымен ноябрь или декабрь айының басында сөйлесіп, бір ай сөйлестік. Сонымен 01.01.2014-те уже жаңа жылда жолығып, сол моментте жүрдік қой. Біздің танысуымыздың оқиғасы осылай. Дұрыс па? Дұрыс емес пе? Мына сұрақ саған қойып тұрған сияқты. Алғашқы кездесу күні қалай өтті? Немен есте қалды? Да, біз алғашқы кездесуіміз жаңа жылмен есте қалды. Жаңа жыл түнгі 12-ден кейін кездестік. Болды солай.
Bizim алғаш кездескенде üstümde sarı kurtkan, butunda triko қателеспесем. Там романтика жоқ қой бізде. Нөл ғой. Мадина как дайындалып шыққан ғой барса біреу трикомен тұр. Неге не бар ғой ракета. Ожидание реальность қалды ма? Сөйтіп ракетаның қасына бардым. Барсам бұлар 3 қыз ба болып жүр екен. Сол жерде таныстық, не істестік. Үшінші сұрақ, жұп болып жүрген кездегі қызықты оқиға дейді. Біз жұп болып 01.01.2014-те жүріп. Бүгін кездестіңдер сол күн жүріп кеттіңдер ма? Оған шейін мен дайындап қойдым ғой. Айтып отырмын ғой мен 2013 декабрінде сөйлесіп, уже бұны сындырып, тілмен мынаяны өтіп, бұрмалап. 01.01.2014-те. Неге дейсің өйткені оның алдында мысалы бір андай кездер болатын еді ситуация бая бала кезімізде. Андай бір қызыңмен жүрген кезіңде бір датаңды ұмытып қалсаң бір проблема ғой же. Сонымен 01.01.2014-ке тақап қояйыншы бір ұмытылмайтын датаға деп тақап қойған соң не деген не бас е. Біз жұп болып жүрген кездегі ең қызықты оқиғаларымыз ба? Біз жұп болып 01.01.2014 пен 18.08.2018-де не деген даталар но. Соған шейін жүрдік, сонда қанша? 4,5 жыл ма? 4,5 жыл. 4 жыл 8 ай жүрдік. 4 жыл 8 айдың ішінде қызықты оқиғалар. Ондай бізде басқа жүктер секілді айырылысу деген болмаған. Ұрыстың өзі кейде арасында болатын тұғын біз өзімізге, екеуміздің мінезіміз бір-бірімізге өте сай келеді. Бір-бірімізге басымызды бұғамыз, кім кінәлі болсын, кінәлі болмасын. Әр нәрсенің астын астарлап ашып, саған қызықты сәтте семья болсын деген саған. Ой, от души әңгімесі айтқысы келіп отыр ғой. Соны айтам, біз ма сөйлей оны қырық жылдары деген жоқ. Мен аузым келіп қалады. Жұп болып жүрген кездегі қызықты сәттер ол сырт қалаға бардық, Қамбашқа бардық, Парижге бардық. Жоқ, енді сонымен қызықты болады. Қамбашқа дәрі отырған кезде. Қайда ма? Жүріп жүрген кезде қызықтар. Мен Астанаға кетіп қалып 2 жыл жұмыс істедім. Міне сол өзі сол жоқ, мен туған күнімдегі ше. Короче, Мадинаның туған күні болады ғой да. Мен Астанадан ұмытып кетем, ночта тұрып жұмыс жасадық. Мадина бір кезде ренжіп маған. Не істедің? Ренжідім, сөйлеспей, телефон көтермей. Мен қалтамда ақша жоқ кәдімдей. Мен кінәлімін ғой енді. Еще 2 жыл қатарынан ұмытып қалдым, Оның алдыңа жыл ұмытып қалдым. Сосын тағы бір 2 жыл қатарынан ұмытып қалдым, сол 2 жылында сол мен қатты ренжіп қалдым. Білмеймін, мен сол жерде бір кішігірім өзімді қатты кінәлі сезіндім да. Сонымен қасымдағы айналамда мына достарымнан Чегменский браттар бар үшін қасымда жүрген Астанада. Солардан ақша алып, общем, сол жерде 50-60 мың теңге ақша алып, аэропортқа қарай барғансың ғой, бұл кісіге айтпай да. Аэропортқа бардым. Бір құдайдың өзі қарасты ма? Не жоқ дейді, орын жоқ дейді, бизнес класстан бар дейді, ақшаң жетпейді ғой кәдімгі ше. Сөйткенсіне болмағандай Мадина видеозвонокпен звондағансың ғой. Өткенсіне міне мен аэропортта тұрмын деген сен үшін деген ұшайын деп жатыр едім, менде ақша жетпей қалыпты, өзі кінә бәрін жауып салғансың, бас жүргізіп отырды ше. Артынша кешір жаным бұрбай. Сондай қызықтар болды. Одан бөлек сол Астанадан қайтқаннан кейін кездесулердің өзіне өткен қызық қой, сағынышпен. 4-ші сұрақ, үйленуге шешім қалай қабылдадыңдар дейді. Уже жаңа басында нағарасай, қалай таныстыңыздар деп атты да. Енді 4-ші сұрақ, қабылдадыңыздар емес, өші. Қабылдадыңыздар. Сіздегі қалған. Давай, үйленуге шешім қалай қабылдадыңыздар. Үйленуге шешім. Енді менің апам бар. Алдымда 92 жылғы. Мен сол кісіні күткен тұғым. Сонымен біз Мадина екеуміз примерно план бойынша. План болды. Жоқ, жүрген кезде үйленеміз деген план болды. Қалай шешім қабылдағанда мен уже жүрдім.
примерно уже 6 ай 7 айдан кейін уже бұл менің жобаммен келіншегім болады деген толық сенімді болдым. 2014-те сол уже келіншегім болады деп, осы қызды алам деп уже өзіме толық сенім қойдым. Сонымен тура 1 жыл болғанда 01.01.2015-те бұл кісі 16-та, мен 18-ден әке-шешеме таныстырдым, үйге бар. Апаммен өзіме сенімді болғаннан кейін да. Так, сосын кейін жүріп атқан кезде уже біз қайдатыда. Сөз саласың не деген сияқты ғой, мысалы. Қай уақытта сөз салдың? Сөз салдым. Бұл жаман ренжеді ғой. Айттым ғой, басқасын істеймін дедім, бірақ сөз салмаймын дедім ғой. Сөз салсам болғаным дедім. Енді үйленем деп тұрған қызға тағы да сөз салып жынсын. Сөз салмаймын, үйленбейсің ба дедім, жоқ, үйленем ғой деп болғанда дедім. Бізде мына не істеп атқан кезде 01.01.2000 жоқ 01.01.2017 емес қашан дедік? 17.07.2017 үйленеміз ба дедік. Енді сол датаға шейін мен сестрам тұрмысқа шықпады. И сол жылы 12.08.2017-те сестра тұрмысқа шықты. Содан маған уже 2018-ге жол ашылды. Тура араға 1 жыл салып, сол август күні 18.08.2018-де үйлендік. Андай болған, тұрмыстан шықтым ба, алдым ба, ойлап қалдым. Мадина сізге сұрақ қойып жатыр. Келін болып түскенде қандай сезімде болдың дейді. Мен білмеймін қандай сезімде, мен даже ойланбаппын. Үйленгеннен кейін ертең еркіне барып істеймін деп 20 жасында. 20 жасында. Сезім болғанда ешқандай сезім болған жоқ, просто біртүрлі болды. Басқа біреудің үйінде, ол кезде басқа бір үйінде ойлайсың ғой, біреудің үйінде жүрсің, тұрсың. Өйтіп беріп тойдан кейін қасымда жоқ, біреудің жатырым потолыққа қарап, мен біреуге үйлендім потолыққа қарап, жан-жағына қарап ешкім жоқ. Не істеп жатырмын, біреудің үйінде қасымда күйеуім жоқ. Сол ешқандай сезім болған жоқ, балалық па білмеймін, енді есіме түсірсе мүмкін ренжитін де андай ситуациялар болған шығар, ол кезде балалықпен мен еш нәрсені өзіме қабылдап, сөйтіп серьезно қабылдамаппын. Балақты өтіп кетті просто ол кезде. Маған 6-шы сұрақ маған қойылып тұр екен. Оқысай. Әйеліңнің мамасын кім дейсің дейді. Әйеліңнің мамасын? Менің мамам. Енеңді ол. Өтірік айтпақ қой, мен өзім адамға жағымпазданған қатты жақсы көремін. Мен енді әрқайсысын көңілін тапқым келеді. Мен өзімнің енемнің аты Айна қыз, мен не бәрібір маған. Бірақ мен ол кісіні Аймама деймін. Еркелетіп Аймама деп айтам, былайша мама деп айта бересің ғой. Аймама деп айтам негізі. Күйеуіңнің жиі телефонмен сөйлесетін 3 адамның аты дейді. Так, менің күйеуімнің. Сен күйеуің кім еді? 3 адам. Бірінші тәте, күйеуімнің тәтесі, еркін тәтесі, сосын Мирей, жолдас баласы. Сосын мен шығар, телефонмен сөйлесетін. Мұрамен сөйлесетін. Мұрамен. Ладно, Мурат. Мадина бала күніндегі қызықтарыңды айтыпшы. Мадинаның бала күніндегі қызықты оқиғасын бірін айтатын болса, маған айтады ғой енді. Сол кезде не андай коляскамен шығады екен да, үйінде бір ойыншықты қалдырмай, ана мягкий игрушек қой енді. Ана жерде плюшевый мишкасы бар, басқасы бар, соның бәрін неге колясканың ішіне салып алады екен. Ешқайсысын ренжітпейді. Оның суреттері де бар. Сосын сонымен қайтады да үйге барып ұйықтайтын кезде, енді қасына жаңа мен енеммен екеуі ұйықтайтын болса, ана нелер ойыншықтарын бәрін тізіп енем түсіріп жібереді екен. Сөйтеді да енем байғұс жерге жатады екен да, неге бұл диванға жатады екен жаңа ойыншықтарымен. Сол қызықты оқиғасы бар. Қызық болмай кетті. Қызықты айта алмадым ба? Сен. Менде қызық оқиға болмады. Мен серьезный жігіт ғой. Біздің өмірдегі серьезный болды. Менің ұнайтын қасиеттерім. Еркіма ұнайтын неше қасиеті? Жалпы қасиеттерім неше санаулы. Біреу-ақ айтшы.
Беріктің маған ұнайтын қасиеттері бірінші любой нені бір нәрсе айтсаң ұрысқа или андай эмоцияға салынбай прям миымен ойланып сөйтіп жауап береді. Ну, справедливый адам бірінші. Сосын даланың жұмыстарына прям жақсы Берікті жұмсаған. Үйдің жұмыстарына онша емес болса да даланың жұмыстары, Wi-Fi төлеп келу, бір нәрсені шақырту, даланың жұмыстарына прям күшті. Короче, ұлы дала баласы. Болды ма? Сен мен жаман. Сен екеуің сөйлесің. Кім бірінші ғашық болды дейді. Отырғақ пен Мади бірінші ғашық болды маған. Мен саған ғашық болмаған, Мади. Ал не? Менің ұнайтын қасиеттерін білмейсің ғой сен. Күйеуінің жиі, сосын не? Сосын не? Менің өмірімдегі қызықты оқиғаларды білмейсің. Айтпа, өмірі қызық емес болса маған ал дейсің. Берік үй шаруасына көмектесемеді. Я көмектесем. Жоқ, көмектеспейді. Мади, мен айтайын, тоқта, мен айтайын. Жоқ, сіздер бірінші мен тыңдаңыздар. Давай, ал. Мен көмектеседі, просто мен оған зарланам ше. Берік, пласт қағып берш. Берік, пласт қағып берш, болмай қаратса. Берік, 100 рубль берем, пласт қағып берш. Сосын қағып береді, осылай істейді. Көмектесем, зато ақшасын. Ехат кезінде тек 2 рет па үй пылесостап берді, болды үйдің жұмысы. Все, на этом закончилось. Кім көп ренжейді? Мен көп ренжейді. Сен ғой, а? Кешірімді кім бірінші сұрайды? Мен сұрайды. Көп ренжейді кешірім өзіміз. Өзі ше, ана ойлаш. Потому что ответ жоқ қой. Өзі ренжейді, өзі кешірім сұрайды. Бір түрлі болып қалам ғой кейде бар. Болмау үшін. Мұны әдем кеттің о сұрақтарын. Қонаққа барғанда кім көп сөйлейді? Естественно, мен көп сөйлейді. Қонаққа барғанда көп сөйлемейді. Негізі блогерлердің вообще сайрап тұру керек қой. Мен сөйлей алам, өзімнің таныстарым, жақсы таныстарымның, достарымның арасын алдым жабылмайды. Өзімнің ортам болмаса, мен вообще сөйлемеймін. Мен мына сұрақ саған тікелей қатысты. Блогерлікке қалай келдіңіз? Келгенде әлі де келу үстіндеміз. Просто мен видео түсіргенді жақсы көремін, бұрыннан бері сурет, видео дегендер. Соны түсіріп, құр отырғанша шамалы жұмыс болсын деп. Сөйтіп, кәдімгі жұмыс болып кетті бұл блогерлік қазір бізде. Қалай келгенде көшедегі адамдар просто суперсемейка или Мадина инстаграмда атқысыз ғой деп. Сол кезде шығар, сол шамалы мотивация береді. Чтоб мен әйтеуір құрбосқа өзім үшін түсіріп жүрмейін екен ғой, адамдар шамалы таниды екен ғой деп. Сол кезде ғана. Көшеден кішкене тани бастады. И уже рекламалар келе бастады уже. Бұл мен блогер екенді реклама келгенде түсінді. Иә, вот реклама келгенде уже сен блогерсің, уже сен тегін тамақ жейсің, тегін донор, тегін сушы, уже сен блогерсің. Бірінші реклама қандай болды? Бірінші реклама не болды? Жоқ, бірінші реклама ақша болды деймін, бірақ 10 мың теңге ғой бір история. Ол кезде әлі Қазақстаннан емес, бір Россиядан ба бер. 10 мың теңге? 1000 теңге деймін. 10 мың теңге реклама сөйлесің. Инстаграмдағы видео кімнің идеясымен түсіріледі? Көбінесе түсірілді. екеуміздегі ортақ не, бірақ көбінесе мен бірінші бір өзіме ұнаған или бір идеям болса, Берікке айтам. Ол қолдаса түседі, кейбір қолдамайтын видеолары бар. Сенің идеяларың ғой основные. Сосын келесі сұрақ. Кім көп ұйықтайды дейді? Берік көп ұйықтайды. Серьезно? Иә, екі бірде тұрған мен ба? Бұның ғана ол? Жоқ, Берік көп ұйықтайды ғой, майынша. Берік сыйлаған сыйлықтардың ішіндегі сізге ерекшесі? Ерекшесі сыйлықтар негізінде көп. Ең есте қаларлығы. Ең есте қаларлығы. Мешкі ғой мен саған? Мешкі, иә, үлкен, 2 метрлік. Оқып отқан жеріңен не? Группаларымен, ой, не деп айтады жаңа? Вечерма болады да, Новый год. В общем, не ғой? Поедем. Карнавал ма? Иә. Бал карнавал болады. 2017-тегі ма? Иә. Сол кезде Берік терезеден қарап тұр дәуір мешкісімен, сол қыздардың бәрі. Ойбай, Берік келіп тұр мешкімен деп. Шықсам. Берік тұр дәуір мешкімен, 4 адамға жайып айтып, сол мешкіні Берік өзіме көтертіп қойды. Сол мешкіні арқалап. Қатты оғандым сол мешкіні өрген кезде. Даже сотқа біргенде өтіп қалмаған. Потому что неожиданный болды.
соттан сұрамағанбыз. Келесі сұрақ. Алғашқы ата-ана атану әсері. Бастасаң, мен көп сөйлеп кеттім. Там әсер жоқ. Нөл десей. Енді алғашқы ата-ана атану әсері. Ата-ана атану деген жаңалық тұрсақ деп. Алғашқы мама папа болғанымыздың енді бір ерекше күшті сезімі ол адамды есейтеді ғой. Уже енді мысалы қазір бір жастамыз, Аллаға шүкір. Енді бұл кісі бір примерно бір 7 жасқа келем дегенше бір әйтеуір кішкене жағдай дұрыстап алайық. Уже бұның өзі бізге новый мақсат берді, новый цель берді. Мысалы 7 жасқа шейін біз уже 7 жас деп неге айтады, мен бала мектепке баратын уақыт сол кезде біз қыштап қиналмайтындай, не істемейтіндей. Жұмыс істеу керек, еңбек ету керек. Ол идея қақтан шықты, осы бала дүниеге келгеннен бастап уже шыққаннан кейін уже бізге әке болды, сен әке болдың, енді кішкене басыңмен жұмыс істе деген сияқты жақсы керемет бір әсер қалдырды, келтірді, то есть, да? Өмірге деген көзқарасың өзгереді, өмірге деген қызығушылықтарың көп болады. Сізде ше? Менде ана болу әрине керемет сезім. Барлық қыз келіншектерге тілеймін аналық сезімді сезіну. Бала деген өмірдің мәні ғой. Болды, бала деген өмірдің мәні. Өмірім кәдімгідей 180 градусқа өзгерді. 180 мен тұрып қапты да, 180 баланың кім болғанын қаладың да Ашынсы. Мен бірден білдім, ол болатынын. Өйткені өзіге түстім дейсің? Жоқ, өзіге түспей ақ. Білмеймін, негізі шынымды айтайын, ешкім ренжімесін, бірақ өзім ол балаларды қатты жақсы көремін қыздарға қарағанда. Или мен қыздардың еркеліктерін көтере алмайын ба? Білмеймін, өзім білдім, бірақ ол енді әр еркектің арманы ер бала болғаны ғой, енді ұрпағы, тұқымы жалғасқаны. Аллаға шүкір ұл берді, енді алдағы уақыттарда көретін. Енді ұл болғаны жақсы, негізі 10 ұл болса да шүкір еді үшін. Қанағат етен. Қыз ше десе, енді... Маған қыздың тәрбиесі өте қиын сияқты. Қосылам. Марленнің есімін кім қойды? Марленнің есімін по-любому атасы қояды, біз қойғымыз келсе де. Мен негіз Марсель деп қойғым. Или Жаңгырбай деп қойшы. Марлен атасы Марлен деп қойған кезде қатты қуанды, өзіме бұл ат бұрыннан қатты ұнайтын. Сонымен оның мағынасы не десек, әкемнен сұрасақ, әкем айтып. Мар деген Маркс бар ғой, Карл Маркс. Соның Мар дегенін алған, сосын Лениннің Ленін алғанда сонымен Марлен орып жүрген екен. Оның оқиғасы осындай түсінде көрген екен айтпақшы. Маркс пен Ленин, сен балаң аты Марлен қойды. Алдағы уақытта қандай жоспарларың бар? Алдағы уақытта қандай жоспарларың бар? Сол жағынан ғой, иә? Сен айтың, мен блогер емеспін ғой. Ол жағынан менде бір определенный блогерлікке мақсатым жоқ. Бұл менің басты өмірдегі нем емес қой. Призванием емес қой. Мен бірінші анамын, Беріктің жарымын, бір әулеттің келінімін деген сияқты. Бірінші сол өзімнің мойныма асылған жауапкершіліктердің бәрін атқарып, үлгеріп жүрсем, бұл блогерлік әрине өзімен бірге жалғасып кетеді. Негізі қалмайды ол нәрсе блогерлік нәрсе. Ертең мен жақында соткым сындырып аламын, ертең жақында соткаламын. Мен де жүргізетін боламын, өзім контенттерімді, өзім аудиториямды жинаймын. Конкуренция болады. Иә, Мадинада ұрлап өзіме тартам жайым. Алдағы жоспар негізі тап блогерлікке келетін болсақ, негізі өсуіміз керек қой, иә Мадия? Мысалы кеше біз қашан бастап, мысалы таза бит бастаған күтігенбіз. Жаңа жылда бастадық, қазір қанша? 3-4 ай өтті ма? 4 ай өтті, уже Аллаға шүкір аудитория жақсы, уже кішігірім көрермендеріміз бар өзіміздің, іздеп отырады біздің историяларымызды, біздің видеоларымызды.
кешеге ауырып қалған кездерде мысалы бір апталап жоқ болып кеткен уақыттар болады. Сол кезде дайректке шығып, кәдімгідей қақтастар деп кәдімгі сұраныс болып кәдімгі сөйтіп жатты. Енді қызық қой, әр нәрсе саласын, просмотрлар, комменттермен кішкене мотивация болады. Сол себепті біз әлде де жүргіземіз дейміз, сол себепті әлде де алда қарай ұмтыламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Блогер болғысы келетін жастарға менің ақылым, ұялмаңыздар. Үш кеңес, бірінші ұялмаңыздар. Сосын енді халықтың сөзіне мән бермей деп айтпаймын, потому что дұрыс айтатын адамдар да болады. Енді халықтың сөзін бәрін тыңдап, керегін алып, керек емесін тастап. Сосын үшінші қалай айтсам болады. Мен айтсам, сол екеуі ғана сияқты мен үшін. Барша мұның мұсылмандарды осы қасиетті ораза айында ұстап жатқан оразаларыңыз, тілеп жатқан дұға тілектеріңіз Алла қабыл етсін. Енді мына сұхбатымызды қорытындылайтын болсақ, осы кереметтей бір сұхбатқа шақырып жатқан Байқоңырлық Мадияр Films YouTube каналына көп рахметімізді айтамыз. Қызықты сұхбат болды, бір-бірімізге өмірімізге кірмегені көп болды Мадина екеуміздің. Және де осы видео шыққаннан кейін достар, осы видеоның астына керемет комментарийлер жазып, және тағы да қойылмай қалған сұрақтар. Мадияр Films ұжымына көп рахметімізді айтамыз. Осы кереметтей сұрақтар қойылды. Және де осы видеоның астына қойылмай қалған сұрақтарыңыз болса, жазып кетіңіздер, біз Мадина екеуміз сол сұраққа жауап береміз Инстаграмнан. Және де лайк басып осы видеоны достарларыңызға бөлісін. Және де осы видеоның астына кереметтей комментарийлер қалдырып, қойылмай қалған сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Біз Мадина екеуміз оны Инстаграмда сілтемесі астында историяға сілтемесі астында қалайып, супер семейка деп қойым керек, сен осы жерде білесің ба? Және де достар, осы видеоның астына кереметтей сұхбатымыз бітуіне байланысты баланың ожасы қашты. Достар, осы біздің саламызда ашылған бірінші YouTube каналға қолдау көрсетіп жіберейік. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, келесі шығарылымда кімді қонаққа күтесіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Кто ленивый? Кто часто попадает в неловкие ситуации? Кто смешной? Кто умный? Кто тупит? Кто сладкоежка? Кто поздно встает? Пай шіркін қазақтың келіндері ай, көл дария секілді белдері ай, абысын тату болса ас көп деген мақалдың айтылу ай, тегін беді ай, абысын тату болса ас көп деген мақалдың айтылу ай, тегін беді ай. Татулықпен тамсанған ауылымдай, ардақ тұтқан ағаны бауырымдай, ізметі мол қазақтың келіндері ай, бағалаттым баршаға қадірімді